Сәлем достар, қалайсыздар? Эфирде неге нақ жобасы. Соңғы күндері неге нақ талқылайтын біраз оқиға болды. Ресейлік шовинист депутаттарға қазақ халқы елі туралы кітапты жібердік, сауатын ашсын. Никонов тағы да мыңқылдап бірдеңе айтып жатыр. Неге нақ осылар үйсті жүрмейді екен, а? Ладно, біз бүгін басқа нәрсені талқылаймыз. Бұл вакцинаның жыры. Бүкіл әлем елдері вакцинаны қалай жасаймыз деп бас қатырып жүр. Орыстар да, қазақтар да бірдеңе жасап жатыр әйтеуір. Мы находимся в специальной лаборатории, развернутой для борьбы с коронавирусом. Из оригинального, особым образом подобранного сырья путем биохимических реакций, разработанных в инновационных лабораториях, контролируемых очень жестко, получается вакцина 83 градуса, что соответствует 83% выздоровления от этой болезни. Вакциналардың көбісі толық тексеруден өткен жоқ. Бірақ біздің шетпенді шенеуніктер жаппай жарнамалай бастады. Алдымен білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов салдырды. Тәуір сияқты. Президенттің көмекшісі Ерлан Қарин, Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевты салдырды. Ерлан Қарин жағдайым чоткі дейді. Ал Сапарбаев ше? Вакцина салдырған соң Супермен атамыз Спайдермен болып кетеді деп қорықпаймыз. Оның себебі бар. Кейбір жұрттың айтуынша атамызға екпе салдырып жатқанда инесінің қабын алуды ұмытып кетіпті. Вот это медицина, да? Мүмкін салғызғанда шығар. Ол қазақстандық вакцина ма, әлде қартаюды баяулататын витамин бе, ол бізге белгісіз. Біздің күмәнданатын негізіміз бар. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой былай деді. Вакцина алдымен толықтай тексеруден өтсін. Содан кейін салдырам деді. Неге нақ өзі қашып отыр? Бірақ дұрыс қой, ә? Оған да жан керек қой. Бұл қайсат қарлығы? Көрерсің бәлем директорға айтам. Осы күнге дейін 3000-ға жуық отандасымыз қазақстандық вакцинаны салдырыпты. Ал сіз ше, қазақстандық вакцинаны салдырар ма едіңіз? Халық айтса, қалып айтпайды. Біз халықтан сұрап көрдік. Жоқ. Неге? Салдырмаймыз. Неге? Денсаулық қой. Вирустан қорықпайсыздар ма? Жоқ. Неге? Қорықпаймыз. Сенбейсің ба? Жоқ, сенбеймін. Ну да, ну конечно, если это будет помогать, получается, то соответственно, да, конечно. Я бы подумал. Но точно ответа я не могу сейчас дать. Точнее, вы не верите, да, сейчас? А я не то, что не верю, у меня нет уверенности, что она поможет. Даже тоже спутник Ви это в России, даже если в США мне предложат, я сначала подумаю очень хорошо, проанализирую все, а уже потом я уже сделаю вывод, да или нет. Честно сказать, на данный момент я не знаю, что ответить. Потому что от результатов не знаем, и особо массовости, когда вот нету сейчас, и непонятно, есть от нее толк или нет от нее толка. Не верите, да? Не верю, честно. Жоқ, салдырмаймын. Неге? Не себептен? Өйткені салдырғым келмейді бұл менің. Сенбейсіз ба? Сенбеймін. Одан ешкім жазылмайды. Пока на первых этапах не то, что казахстанским вакцинам. В принципе, по миру непонятно еще, какая вакцина, ни тестирование, ничего толком не проводилось, поэтому сомнительно пока. Мы $20 мы будем оплачивать. Вы сейчас будете вообще это делать? Нет, я же говорю, пока еще непонятно, насколько она актуальна, насколько она себя оправдает. Ну, как таковых исследований, я так понял, еще не проводилось, поэтому... Сенбейсіңдер ма? Сенбейсіңдер, иә? Ну, если у меня есть в кармане $20, то да. Мы будем тебя оплачивать $20. Ты будешь принимать? Ну, скорее всего, да, если это необходимо. Но только я переболел коронавирус уже. Жоқ. Неге, не себеппен?
мен ондайға қарсымын, білмеймін, өзім прививка қарсымын өзім. Өз әр адам өз несі бар ғой, өз несі қалауы бар ғой. Мен оны салғылатпаймын. Яғни сіз қазақстандық вакцинацияға сенбейсіз? Сенбеймін. Бізге енді өзіміздің мүмкіншілігімізбенен вакцинаны шығару керек деп ойлаймын. Оны тексеру керек. Әрине біраз оның пайдасы бар ма, жоқ па, эксперимент жасауға болады ғой животныйлар. Көрдіңіз бе? Шенділердің жарнамасы өтпей қалған сияқты. Ал сіз, сізді айтам. Сіз қазақстандық вакцинаны салдырар ма едіңіз? Әлде Цойды күтеміз бе? Сөйтейік, Цойды күтейік. Цой қазақстандық вакцинаны салдырған кезде неге нақты арнайы шақырса, біз сіздерге міндетті түрде көрсетеміз. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Құрметті достар, осымен неге нақ тамам. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, пікірлеріңізді жазыңыздар. Біз бәрін оқимыз. Келесі кездескенше сау!